Әссәләму алейкум, құрметті оқырман. Ененің өкініші. Жаңбыр тамшылары терезеге соғылып, ауыр күрсінген жүректің ырғағындай естілді. Ақ жаулықты Дариға әже биік терезеден сыртқа қарап үнсіз тұр. Оның жанары түнеріп, жүзіндегі қаталдықтың орнын өкініш пен мұң басқан. Тым кеш емес пе, Дариға, деп күбірледі ол өз-өзіне. Осыдан 20 жыл бұрынғы уақиға оның көз алдында қайта жанданды. Дариға өмір бойы қатал болды. Келіні Назымды алғаш көрген сәтте-ақ ол қызды ұнатпады. Тым нәзік, тым момын, тым жұмсақ көрінді. Мұндай әйел менің ұлыма лайық па деп күмәнданды. Бірақ Қанат, анашым, мен оны сүйемін, ол менің өмірімнің мәні, деді. Қанаты үшін бәрін жасауға дайын Дариға ақыры келісімін бергендей болды. Бірақ ішінен келінін қабылдамады. Үйленгеннен кейін келіннің әр ісінен мін іздеді. Аспаздығы нашар деді, үй тірлігіне олақ деді, баланы дұрыс тәрбиелей алмайсың деді. Келіннің көзіндегі мұңды көрсе де жүрегін жұмсартуға тырыспады. Келін деген сондай болу керек, үйренсін деп ойлайтын. Ал Қанат анасын ренжіткісі келмеді. Келіншегін де қорғауға батылы жетпеді. Үндемеді. Күндердің күнінде Назым үнсіз жиналды да ұлын ертіп кетіп қалды. Бұл үйде менің орным жоқ, деді ол жай ғана. Қанаттың жүрегі екіге бөлінді. Бірақ анасы оны тоқтатты. Оралса, өз еркіме оралсын. Назым қайтып оралмады. Жылдар өтті. Қанат анасына деген құрметін жоғалтпады. Бірақ жанынан алыстады. Әр әңгімелері қысқа, ресми болды. Дариға келінін жек көремін деп жүріп, жалғыз қалғанын сезбей де қалды. Немересін де сирек көрді. Қанат жүрек талмасынан қайтыс болғанда Дариғаның жүрегіндегі тас езіліп түскендей болды. Бірақ тым кеш еді. Бүгін ол Назымды тауып, оның көзіне тік қарағысы келді. Бірақ Назым келмеді. Оның орнына немересі келді. Әжем екенсіз ғой, деді бала жат адамдай. Осы сөз Дариғаның жүрегін шанышқандай болды. Егер мен басқа адам болсам, егер келініме аз ғана мейірім көрсеткенімде, егер Қанат қазір тірі болар ма еді? Ол басын изеп, «Иә, әжеңмін», деді баяу. Бірақ өз жүрегіне өзі сыбырлады. Бірақ сендерге бөтен болып қалған әжемін. Жаңбыр терезені ұрғылап жатты. Дариға немересінің жүзіне ұзақ қарады. Баланың жанарында өзіне деген суықтық пен жаттық сезілді. Өзі сүйіп, еркелетіп өсіруге тиіс немересі оны танымайды. Жүрегінде әжесіне деген сағыныш та жоқ. Қанатқа ұқсайсың, деді Дариға ақырын. Бала үнсіз тұрды. Жауап қайтарған жоқ. Сәлден кейін анам мені күтіп отыр, мен кетуім керек, деді де есікке қарай беттеді. Күте тұршы. Дариғаның даусы дірілдеп шықты. Сенің атың кім? Бала сәл бөгеліп, Әли, деді де сыртқа беттеді. Дариға терезеге барып, немересінің алыстап бара жатқан сұлбасына қарады. Әли, Қанат осы атты таңдаймын деп армандайтын. Ұлым болса, Әли деп қоямын, күшті, батыл жігіт болады дейтін. Бірақ оның Әлиі енді оған бөтен. Бірнеше күн Дариға ешкіммен сөйлеспеді. Тамаққа да қарамады. Жүрегі ауырып, тынысы тарылып жүрді. Бірақ іштегі өкініштің ауруы тәннің ауруынан да ауыр еді. Ақыры бір күні ол өзін жинап Назымның үйіне баруға бекінді. Үстіне ең әдемі көйлегін киіп, ұлының сүйікті орамалын тағып алды. Қанат үшін, немерем үшін, ең бастысы жүрегімдегі кешірім үшін, деп ойлады. Келінінің есігін қаққанда жүрегі тарсылдап кетті. Көп күттірмей есікті Назым ашты. Ол өзгеріпті. Өзіне сенімді, жылы жүзді әйел. Бірақ оның көздері әлі де сол баяғыдай мұңлы. Кіріңіз, деді ол сәл кідіріп. Дариға ішке кірді. Үй іші жайлы, таза, бірақ бір нәрсе жетіспейді. Қанат жетіспейді. Шай қояйын, деді Назым. Рахмет, қарағым. Дариғаның даусы бәсең шықты. Көпке дейін үнсіз отырды. Не айтарынды білмеді. Кенет Назым өзі сөйледі. Ол сізді қатты жақсы көрді. Бірақ екеуміздің арамызда қалып қиналды. Мен оны сізден айырғым келген жоқ. Тек мен де сүйікті болғым келді. Дариға қолындағы кесесін үстелге қойды.
қолдары дірілдеп тұр, көздеріне жас үйірілді. Мен қателестім, Назым. Оны түсінгенде бәрі кеш болды. Назым үндемеді, бірақ оның көзінде алғашқы рет қаталдық емес, жұмсақтықты көрді. Дариға немересіне қарады. Әли оған әлдеқайда жылы қарай бастағандай. Сен маған келіп тұрасың ба, балам? Деп сұрады Дариға күлімсіреп. Бала анасына қарады. Назым сәл жымиып, әрине, әжеңе баруға болады, деді. Дариғаның жүрегі дір ете түсті. Бұл кешірімнің алғашқы белгісі еді. Көп ұзамай Дариға мен немересі жиі кездесетін болды. Әли алғашында аса жақындай қоймаса да, уақыт өте келе әжесіне бауыр баса бастады. Бірақ Назымға деген өкініші ешқашан толық өшкен жоқ. Ол кейде өзіне сұрақ қоятын. Егер мен келінімді басында-ақ жақсы көргенімде, бәрі басқаша болар ма еді? Бірақ өткенді өзгерту мүмкін емес. Тек қателіктерді кешіріммен жуып, болашаққа мейірім сыйлауға ғана болады. Дариға бұл сабақтың кеш келсе де ең маңызды сабақ екенін түсінді. Жаңбыр басылды. Көктемнің шуақты күні шықты. Ал Дариға жүрегінде аз да болса жеңілдік сезініп, немересін құшақтады. Кеш болса да бәрін түзетуге болады. Әли Дариғаға бірте-бірте үйрене бастады. Әжесі оған ертегілер айтып беретін, қолынан ұстап көшеге шығарып серуендейтін. Ол баланы немересі емес, жүрегінен кеткен қанаттың бір бөлшегі ретінде көрді. Бірақ Назым оларға бәрібір салқын қабақ танытып жүрді. Дариға оның не ойлап жүргенін түсіне алмады. Келіні жылы сөйлесе де, жүрегіндегі мұз ерімей тұрғанын сезді. Бір күні Дариға батылы жетіп, Назымнан сұрады. Қызым, сен маған әлі де ренжулісің бе? Назым сәл кідіріп, өкпе деген жылдар өте бәсеңдейді. Бірақ жүректің жарасы оңай жазылмайды. Осы сөз Дариғаның жанын ауыртып жіберді. Ол Назымның жүрегін жаралағанын білсе де, мұның соншалықты терең із қалдырғанын енді ғана толық сезінгендей болды. Мен сенен шын жүрегіммен кешірім сұраймын, қызым. Мен бәрін кеш түсіндім. Назым басын изеп үндемеді. Бірақ оның көзінен жас байқалды. Күндер өтті. Дариға немересіне бар мейірімін төгіп, оған жан жылуын бергісі келді. Бір күні Әли әжесінің қасында отырып, кішкентай қолдарымен оның әжім басқан саусақтарын ұстап, әже, сен мені жақсы көресің бе деп сұрады. Бұл сұрақ Дариғаның жүрегін шым еткізді. Ол немересін құшақтап, балам, мен сені жанымнан да артық жақсы көремін. Онда анамды да жақсы көресің бе? Дариға таң қалып, көз жасына ерік берді. Ол немересінің таза жүрегі арқылы өз қателігін толық түсінді. Иә, балам, анаң менің қызымдай. Мен оны да жақсы көремін. Сол кеште Дариға Назымның алдына келіп оның қолынан ұстады. Мен сені жай ғана келінім емес, өз қызымдай көремін, Назым. Саған көп ауыр сөздер айтып, жаныңды жараладым. Бірақ мен сенен шынымен кешірім сұрағым келеді. Сен менің ұлымның бақыты болдың, ал мен соны көре алмадым. Назымның көзі жасаурады. Ол сәл үнсіз тұрды да, басын изеп, мен сізді кешірдім, апа. Бұл сөздер Дариғаның жан дүниесін бір сәтте жылтып жіберді. Ол жанына жайлы бір тыныштық сезінді. Өткенді өзгерту мүмкін емес, бірақ жүректі жылытатын кешірім бар. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Дариға бұрынғыдай қатал емес, мейірімді әже атанды. Назым оған шынайы құрмет көрсете бастады. Ал Әли әжесіне толық бауыр басып, оны жақсы көретінін жасырмай айтатын болды. Бір күні Әли мектептен келіп, әжесінің тізесіне отырып, әже, сен маған қанат туралы айтып берші. Дариғаның көзіне жас үйірілді. Ол сен сияқты өте мейірімді, жүрегі кең еді, балам. Назым екеуі үнсіз бір-біріне қарады. Өкініштің орнына жүрекке жылу ұялаған еді. Кеш болса да бәрін түзетуге болады. Дариға немересінің кішкентай қолынан ұстап отырып, қанат туралы естеліктерін айта берді. Әли құлақ түріп, әкесін елестеткендей, әжесінің әр сөзін көңіліне тоқып отыр. Ол өте ақ көңіл еді, деп бастады Дариға. Бала күнінде көгершіндерді жемдеп, жаралы итті үйге әкеліп емдеп алғаны бар. Кішкентай кезінен ақ мейірімді болатын. Ал ол анамды қалай кездестірді деп сұрады Әли. Дариға Назымға қарап жымиып, университетте танысты.
әкең анаңды алғаш көргенде осы қыз менің тағдырым депті. Назым күліп, ол рас, ол маған бір рет қарағанда-ақ мен сені өмір бойы қорғаймын деген. Әли сүйсініп, қандай күшті, сонда әкем мен анам бір-бірін қатты жақсы көрген ғой. Дариға терең күрсінді. Иә балам, олар бір-бірін жанындай жақсы көрді. Әже, сен де анамды жақсы көресің бе деп сұрады Әли кенеттен. Дариға Назымға көз тастады. Келіннің көзінде сұрақ тұр. Бұл сұрақ оның жүрегін шын ниетімен ашуға мәжбүр еткендей. Ол Назымның қолын алды. Мен сені кеш түсіндім қарағым, бірақ шын жүрегіммен айтамын, мен сені енді қызымдай көремін. Назымның жанары жасқа толды. Ол Дариғаның қолын қысып, апа, мен де сізді құрметтеймін. Осы сәтте бір-біріне деген бұрынғы суықтығы еріп кеткендей болды. Сол күннен бастап олардың қарым-қатынасы мүлде басқа арнаға бұрылды. Дариға Назымға шынайы, қамқор анадай болуға тырысты. Қаншама жылдық өкініштің орнына мейірім себуді таңдады. Бір күні Әли сурет салып отырды. Ол әжесіне суретін көрсетті. Мынау сен, анам және мен. Дариға мұқият қарады. Суретте үшеуі қол ұстасып тұр. Ал аспанда үлкен жүрек. Бұл не балам? Бұл біздің жүрегіміз. Біз енді біргеміз. Дариғаның көзіне жас үйірілді. Ол баланы құшақтап Назымға қарады. Балам дұрыс айтады. Біз енді біргеміз. Жан жарасын кешірім емдейді. Ал жүректегі мейірім бәрін қайта бастауға мүмкіндік береді.